Қарын шығарып семіру әйелге де, еркекке де, кәрі мен жас балаға да жараспайды. Ол сонымен қатар денсаулыққа да зиян. Тіпті асыл пайғамбарымыз Мұхаммед те 100 хадисінің бірінде үмбеттерім үшін ең қатты алаңдайтын жайларым қарын шығарып семіру, ұйқышылдық және жалқаулық деген екен. Ақпаратты жалғастырмас бұрын каналыма тіркелмегендер саны 91% екен. Жаңа ақпараттарды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеле кетіңіз. Ендеше медицинада, дінде де құпталмайтын қарынға жиналған майға немқұрайлы қарауға болмайды. Онымен дер кезінде күресіп отырған жөн. Ол үшін фитнес-тренер іздеудің қажет жоқ. Біз қыпша бел қылатын жаттығулар арасынан үйде жасауға болатын әрі жылдам әсер ететін 4 жаттығуды тауып қойдық. Тек орындасаңыз болғаны. Бірінші жаттығу. Төсеніш үстіне аяқтарыңызды созып отырыңыз. Аяғыңызды шамаңыз жеткенше жоғары көтеріңіз. Еденде тек жамбас қана тұру керек. Алдыңызда орындық тұр деп елестетіп, аяқтарыңызды ойыныңыздағы орындықтың үстіне қойыңыз. Осы қалыпты сақтап, қолдарыңызды кеудеге жинап ұстаңыз. Оң солға кезек-кезек бұрылыңыз. Жаттығу барысында еркін, қалауыңызша тыныс алыңыз. Жаттығуды 1 минут орындау керек. Бастапқы қалыпқа оралып, келесі жаттығуға дайындалыңыз. Екінші жаттығу. Бүгінде барлық адамның үйінде диван бар. Диванға отырыңыз, қолдарыңызбен диванды ұстап отырып, аяқтарыңызды еденнен көтеріңіз. Ауаны мұрынмен сыртқа шығара отырып, тізені бүгіп, санды кеудеге қарай жинап жақындатыңыз. Лажы барынша осы кезде қарын бұлшықеттерін ішке тартуға тырысқан дұрыс. Тыныс алумен бірге аяқты алға созасыз. Бірақ еденге тигізбеңіз, 30 рет орындаңыз. Үшінші жаттығу. Төсенішке шалқаңыздан жатыңыз. Тізені бүгіп, табандарыңызды еденге қойыңыз. Оң аяқты сол тізенің үстіне қойыңыз. Сол қолыңызбен желкені, ал оң қолыңызбен қарынды ұстаңыз. Кеудені еденнен көтеріп, сол қол шынтағын оң жақ аяқ тізесіне жеткізіңіз. Әрине, бастапқыда шамаңыз келгенше шынтақты тізеге жақындатуға болады. Осылай жаттығуды 15 рет орындаңыз. Сосын сол аяқты оң аяқ тізесінің үстіне қойып, оң қолымен желкені ұстап, жаттығуды тағы да 15 рет қайталаңыз. Төртінші жаттығу. Шалқаңыздан жатып, табандарыңызды бір-біріне түйістіріңіз. Қолдарыңызды жамбас тұсына еденде ұстаңыз. Екі қол ұшын бір-біріне жақын қойыңыз. Аяқтарыңызды жоғары көтеріп, бастапқы қалыпқа оралыңыз. Жамбасты еденнен көтеруге тырысыңыз. 15 рет қайталаңыз. Ереже жаттығуды күнара орындаған дұрыс. Аш қарынға таңғы астан 1 сағат бұрын немесе кешкі асты ішіп болған соң 2 сағаттан кейін орындаңыз. Қыпша бел болғанша жаттығуды орындауды жалғастыра беріңіз. Егер кешкі асты мүлде ішпейтін болсаңыз, нәтиже жылдам болады. Ескерту: жүкті әйелдерге, омыртқасында жарақаты бар науқастарға рұқсат етілмейді. Ақпарат ұнады деген ойдамын. Тағы да қандай ақпараттар күтесіздер, комментарийге жаза кетіңіздер.